Сәлеметсіздер ме? Есімім Тәңірберген. Бүгін мен Ильяс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясының бірінші бөлімін, Алмас қылыш кітабын, романын айтып кетемін. Жалпы Көшпенділер трилогиясы біздің халқымыз үшін өте маңызды рөлін алады. Бұл өте атақты. Тек біз қазақ халқының арасында емес, әлемге танымал еңбек болып саналады. Бұл трилогия тек орыс тілінде ғана 1 миллионнан астам тиражбен таралған еді. Ал бүкіл 30 тіл ішінде 3 миллионнан астам тиражбен таралған. Яғни бұл нағыз тарихи шығарманың классикасы ретінде айтуға болады. Жалпы Ильяс Есенберлин туралы айта кетсек, ол 1915 жылы Ақмола облысында Атбасар қаласында дүниеге келген атақты тарихи тұлға болып саналады, атақты жазушы. Ол ұлы отан соғысына қатысып, ұлы отан соғысы ардагері болып саналады. Ленинград астында соғысқан. 1940 жылы басына Жезқазған рудниктерінде инженер ретінде болып жұмыс жасаған. Алайда шығармашылыққа кетіп қалған болып саналады. Жалпы осы Көшпенділер трилогиясын ол 1940 жылдары жаза бастайды, жазуға мақсат қояды. 40 жылдарынан бастап ақпарат жинап осы трилогияны жазуға дайындалған. Солай 1969 жылы бірінші кітабы шығады, Қаһар деген. Және де 71-73 жылдары олардан кейінгі екі тарихи роман шығады. Осы тарихи трилогия Көшпенділер елімізде өте танымал болып, Ильяс Есенберлинді мәңгі атаққа, қазақ халқы үшін мәңгі атаққа қалды. Алмас қылыш романы 15-16 ғасырдағы уақыт аралығын қамтиды. Ол 15-16 ғасырды қамтиды, және де сол уақыттағы мағлұматтарды алады. Мысалы, яғни сюжет бойынша басты іс-әрекеттер сол 15-16 ғасырда болады. Яғни қазақ хандығының қырылу кезінде суреттейтін роман болып саналады. Көптеген тарихи мағлұматтар бар осы романның ішінде. Тек қана 15 ғасырда емес, одан алдыңғы Алтын Орда кезеңіндегі мағлұматтар бар. Яғни бұны тарихи роман хроника деп атауға да болады. Және бұл тарихи роман хроника болғандықтан ішінде көптеген тарихи ақпараттар бар.
Жалпы Алмас қылыш романында айтып кеткендей 15 ғасырда басталады. Ол 15 ғасырда Дешті Қыпшақ даласында, яғни қазақ елінің даласында қаһарлы Әбілқайыр ханның қол астында болып жатқан кезеңді сипаттайды. Әбілқайыр кезеңінде қазақ руларының қазақ ханы қол астынан топтасуы, яғни бір жағынан рулардың жартысы Әбілқайырдың қасында топтасса, екінші жартысы оған қарсы шыққан Керей мен Жәнібек сұлтандарға топтасқанын суреттейді. Және де солардың арасындағы Қыпшақ даласындағы тақ үшін таласын суреттей келеді. Яғни бұл романда хан ордасындағы шытырман оқиғалар, алдау мен зорлықтар, көптеген шайқастар баяндалған. Кітаптың бірінші бөлімі осы Әбілқайыр ұлысы туралы болса, кітаптың екінші жағы осы қазақ хандығының құрылуы жайлы, және де соның себеп салдары жайлы айтыла келеді. Және де яғни осы романның басты идеясына келсек, ол әрине қазақ халқының бірлесуі, және де сол кезеңдегі Дешті Қыпшақ даласындағы саяси мәселелер. Егер осы кітаптың қазақ халқының жалпы осы кітап қазақ халқы үшін өте ерекше орын алады. Бұл кітап СССР-дің билік кезіндегі шыққан шығарма болып саналады. Және де осы шығарма арқылы қазақ халқы өзінің ұлттық сана сезімін нығайтып, жалпы әдеби тарихи шығармалардың ең алғашқыларының бірі болып саналған. Егер де осы шығарманың басты кейіпкерлеріне келсек, олардың сипаты, басты сипатталамай келсек, ең бастысы әрине Әбілқайыр хан туралы айтамыз. Әбілқайыр хан қатал әрі Қыпшақ даласында 40 жылдай билеген, елді қатал қол астында ұстаған хан болып көрсетіледі. Ол өзіне бағынған руларды аяусыз жазалайтын, және де өзінің қойған мақсаттарына жетемін деп ешқандай кедергілерге қарамаған. Оның басты мақсаты Алтын Орданың бұрынғы айбынын қалпына келтіріп, барлық көшпенді руларды біріктіріп, бір орталыққа бағындыру болған. Алайда ол қарапайым халықтың мұң-мұқтажын емес, тек өзінің билігін ғана ойлаған. Сол себептен оған қарсы
келесі кейіпкерлер керей мен жәнібек сұлтандар тектірес болады. Әбілқайыр керей мен жәнібек сұлтандарды өзінің басты бәсекелесі болып қараған, білген. Олардың соңынан ерген халықтың көбеюі сол Әбілқайырдың ашуынан тиген. Егер осы романның соңына келсек, Әбілқайыр хан жалғыздық пен дерменсіздігіне түскені айқын көрінеді. Ол ойраттардан жеңіліп, ішкі бірлікті сақтай алмай, өзінің билігінен айырылып қалады. Яғни осы ханның трагедиясын көре аламыз. Келесі кейіпкеріміз кім? Жәнібек сұлтан. Ол романда әз жәнібек хан деп ата кетеді. Қазақ хандығының негізін қалаушысының бірі. Ол айқынды стратегиялық ой иесі бар, мықты халықтың болашағын білетін мықты билеуші тұлға ретінде көрсетілген. Оның осы романда басты идеясы Әбілқайыр хандығының озбырлығынан құтылып, жаңа тәуелсіз мемлекет құру. Және де ол тек соғыспен емес, дипломатиялық түрде басты біріктірумен айналысқан. Және де оның қасында дос емес, ағайыны туысы болып келеді, керей хан, керей сұлтан. Олар екеуі Алтордан келген ұрыс ханның ұрпағы болып саналады. Екеуі екі аталы ағайындылар болып саналады. Егер осы керей қазақ хандығының алғашқы ханы болса, Жәнібек оның оң қолы болып саналған. Жәнібек сұлтан халықтың қарапайым халықты жақсы түсінген. Ол осы Әбілқайыр хандығының зомбылығынан шаршап, халық үшін жаңа қоныс іздейді. Оның аты әз Жәнібек болғаннан кейін, яғни оның халық арасында атақты, шексіз құрметін көрсетіліп тұр екенін байқай аламыз. Осылайша керей мен Жәнібек ұлы көштің ұйымдастырушылары болып саналады. Олар Әбілқайырдан қорықпай, Моғолстан ханы Есенбұғыға келіссөз жүргізіп, шу мен қозбасы өңірінде қазақ хандығының елін бастайды. Бағанағыда айтып кеткендей, қасындағы ағасы керей сұлтан қазақ хандығының ең алғашқы ханы болып саналады. Ол Жәнібектен үлкен болғаннан кейін алғашқы хан болып саналады, хан болып тағайындалады 1465 жылы шамамен.
егер жәнібек сұлтан жас болғандықтан қазақ хандығын қозғаушы күші болса, керей керісінше идеолог, кез келген істі терең ойға салып солай шешетін мәселелер. Ол ел ішіндегі дау жанжарларды бітістіріп, руларды қол астына біріктіреді. Осы романда керей хан қазақ руларының басын біріктіруші болып көрсетіледі. Және де адал және әділ билеуші ретінде көре аламыз. Келесі кейіпкер бізде Мұхаммед Шайбани. Осы Әбілқайырдың немересі, Махмуд Шайбани. Ол қазақ ханының басты және ең қауіпті қарсыласы ретінде көрсетілген. Егер бұл тарихи тұлға десе, оның атасы Әбілқайыр өлгеннен кейін шашырап кеткен көшпелі өзбек мемлекетінің басын қайта біріктіруін амалдайды. Яғни ол осы жаңадан шыққан қазақ хандығына қауіпті қарсылас ретінде болып көрсетіледі. Егер оның сипатына келсек, ол қу және айлакөр тұлға ретінде, айлакөр кейіпкер ретінде көре аламыз. Ол керей мен жәнібекке қарсы Түркістан маңында Түркістан қалалары үшін күрескенін көре аламыз. Және де ол өте айтып кеткендей қатал қолбасшы болып саналған. Жалпы осы басты кейіпкерлер, олардан басқа тағы бұрындық хан керей ханның ұлы. Бұл романда бұрындық хан айбатты жаужүрек ретінде көре аламыз. Алайда оның хандық билігін көтергенде хандық билігінің оңай емес екенін көре аламыз. Романның соңына қарай бұрындық хан жалғыз қалып, басқа елден жырақ кетіп Самарқандқа қарай көшіп кетеді. Романның негізгі идеясына келсек, ол халықтың бірлігі мен тәуелсіздігі негізгі идеялар. Яғни автордың көрсеткісі келгені әділетсіздік билік ұзаққа бармайтыны, әділетсіздік билікке халық бірігіп қарсы шыға алатынын көрсеткісі келген. Осы халық әрқашан тәуелсіздікке, еркіндікке ұмтылған. Олар еркіндік тек бірлік арқылы құрылады. Және осы арқылы біздің қазақ халқының ұлттық сана сезімін көтергісі келген. Романда ақсүйектерден де басқа кейіпкерлер де бар. Мысалға Қобыланды, Қазтуған жыр,
Қазтуған жыршы, Саян батыр, Орақ батыр, Ақжол би сияқты. Мұнда олар халықтың жақсы қасиеттерін осы кейіпкерлер арқылы көрсетеді автор. Және де осы кейіпкерлер арқылы қазақ халқының мәдениетін толықтай көре аламыз. Оған мысал Қазтуған мен Ақжол бидің айтысы болып келеді. Осы айтыс арқылы қазақ даласындағы бүкіл тарихи көрінісін, шежіресін, жалпы қазақ халқының емес, бүкіл көшпелі халықтың тарихи көрінісін, әшейін халықтың өмірін көре алатын, сипатталатын үзінділер болып көре аламыз. Егер де өз пікіріме келсем, бұл шығарма айтарлықтай қазақ халқының қалыптасуына, шығармашылығын көрсетуіне, қазақ халқының бүкіл әлемге танытуына үлкен үлесін қосқан. Бұл негізінде бұдан алдын бұл шығармалардан алдын басқа да тарихи әдеби шығармалар болмаған. Яғни бұл тұңғыш қазақ тарихы туралы роман эпопеясы болып саналады. Яғни осы СССР кезінде ұлтшылдықты жою саясаты кезінде осындай сияқты шығармалар керісінше осы біздің ұлттық кодымызды сақтап қалуға, өзіміздің тарихымызды сақтап қалуға үлесін қосқан атақты еңбек. Үзінділеріне келсек, мен ең сүйікті үзінділерінің бірі кітаптың басындағы Әбілқайыр ханның Шыңғыс ханның ел билеу қағидасын еске түсіру үзіндісі болып саналады. Ол үзіндіде былай жазылған: ұлы хан жаулап алған жерін 4 ұлысқа бөліп, 4 баласына беріпті. Сол мәжілісте әкесінен өсиет естігісі келген үлкен ұлы жошы, ұлы мәртебелі әлем әміршісі хан қандай болу керек деп сұрапты. Шыңғыс хан оған хан халқының көңілін табу үшін ақылды, ал халқы оның көңілін табу үшін тақымды болу керек деп жауап береді. Екінші баласы Шағатай ханды қайткенде халқы сыйлайды деп сұраған кезде Шыңғыс хан халқың сыйласын десең тағыңнан түспе деп жауап береді. Шыңғыс ханның үшінші баласы Үгедей хан қайткенде тағынан түспеді деп сұрапты. Шыңғыс хан оған маңына өзінен ақылы төмен, бірақ құлқы өзіндей адамдарды жинай білсең, сол хан тағында ұзақ отырады деп жауап береді. Және де төртінші баласы Төле хан қандай хан абыройлы болады деп сұрақ қойғанда Шыңғыс хан ойын шықпаған туған баласын да бауыздай алатын хан әрқашанда абыройлы болады деп жауап береді. Яғни осы үзіндіде Әбілқайыр ханның билікке деген тәуелділігін көре аламыз. Оның биліктегі саясатының идеологиясын көре аламыз. Осындай қағидаларға еліктеген. Яғни ол Әбілқайыр хан қойған
мақсаттың алдында ешқандай кедергі көрмейді. Мысалға кітаптың басында оның қызы осы Жәнібек сұлтанға үйленгісі келген, ал Әбілқайыр хан оған қарсы шығып өзінің қызын өлтіріп тастайды. Жалпы мен осы кітапты толықтай бәріміз бүкіл адамдарға ұсынамын. Ол өте тарихи ақпарат мол, және де әдеби тілде жазылған қызықты роман болып саналады. Осы қазақ халқының тарихын түсінуге көмектесетін, фундаментін беретін шығарма деп ойлаймын. Әсіресе осы жас студенттерге, оқушыларға ұсынамын. Осы кітапты оқи келе тарихтың, өз елінің тарихын білуге мықты фундамент деп ойлаймын. Және де бұл жерде тек тарих қана емес, осы романның ішінде көптеген тақырыптар қозғалады. Мысалы адамның пендешілігі туралы, билікке деген тәуелділігі, әртүрлі саяси мәселелер, және де осы қарапайым халықтың мәселесін түсінуге көмектесетін шығарма болып саналады. Сондықтан бұл кітап әрі тарихи, әрі әлеуметтік мәселелерді көтеретін әдеби қызықты жазылған шығарма. Бәріне ұсынамын. Басында айтып кеткендей, осы көшпенділер трилогиясы қазақ халқының алғашқы тарихи әдеби романдардың бірі болып саналған. Оған бірнеше себептер бар. Ең алдымен әрине де 1920-1960 жылдарға аралығында осы Кеңес одағының билігі кезінде үлкен цензура мәселесі болған. Әр кіші ұлттарының сана сезімін жою саясаты жүргізілген. Яғни осы кезеңде кез келген тарихи шығарманы жазуға, оны мемлекет ішінде көрсетуге өте қиын болған. Тіпті егер жазушы өз еңбегін жазып бітірсе де, оның шығармасы қалың цензурадан өтіп, мүмкін басқаша жазылып кетуі де мүмкін болған. Алайда 1960-90 жылдар арасында цензура саясаты сәл әлсіреп, осы көшпенділер трилогия сияқты еңбектерді көре аламыз. Сол үшін Ілияс Есенберлинге үлкен құрмет білдіргім келеді. Себебі сол уақытта осындай тақырыпқа шығармасын жазғанына. Бұл шығармада егер Алмас Қылыштан басқа
алмас қылыштан тыс қаһар және жанталас шығармалары трилогияға кіретін тарихи шығармаларды оқысақ, ол жерде кенесары ханның көтерілу мәселелері жазылған, және де басқа да кеңес одағының цензурасынан өтпейтін тақырыптар қозғалған. Яғни Ілияс Есенберлин осындай шығармаларға анық қорықпай жазғанына қарап, оның батылдығын көре аламыз. Яғни қорытындылай келе, Алмас қылыш кітабы осы трилогияның, көшпенділер трилогияның бастамасы. Алмас қылыш романы осы қазақ халқының тарихының, оның қалыптасуын, оның тәуелсіздік үшін күресін терең әрі көркем әдеби стилінде бейнеленгенін көре аламыз. Сондықтан бұл шығарма тек тарихи шығарма ғана емес, ол қазақ халқының рухани қазынасы деп айтуға болады. Және де тарихи жадының маңызды бөлігі болып танылады. Назарларыңызға рахмет.